Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында дайын болатын өте дәмді әрі сочный донер жасаймыз. Бізге қажеттісі тауықтың төс еті, оны осылай ұзынша етіп турап аламыз. Менде 8 донер жасағанға 800 грамдай тауықтың төс еті кетті. Осылай ұзынша етіп турап, дәміне қарай тұздаймыз. Паприка, қара бұрыш салдым және соя тұзын құямыз. Және кішкене су құямыз. Араластырып, жарты сағат немесе 1 сағатқа маринадталғанша қоя тұрамыз. Оған дейін картопты осылай морковь турайтын теркадан өткізіп аламыз. Үстіне салқын су құйып, крахмалы шыққаннан кейін қағаз салфеткаға осылай төсеп аламыз. Қызып тұрған майда тауықтың төс етін толықтай пісіріп аламыз. Соусын дайындаймыз. Қаймақ, майонез және кетчуп қолдандым. Қажет болса, чеснок қолдансаңыздар да болады. Және донердің ішіне салатын тұздалған қияр пайдаландым. Жартысын свежий қияр пайдаланғандарыңыз дұрыс болады. Менде болмай қалды. Помидор, картоп, тауықтың төс еті, қажет болса пияз және соус қажет болады. Лавашты жайып, үстіне соусын жағамыз және бәрін салып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп қою. Bak gidelim.